Кім түнде бір аяғын шығарып ұйықтауға қорқады? Тура бір монстр аяғыңызды ұстап алатындай. Ал мына фото ғой вообще бастырылу деген осы ма? Біз ұйықтағанда денемізден жанымыз ұшып кетеді, бір өліп тірілеміз деген теорияның бар екенін білетін бедіңіздер. Сәлем, мен Диана Нагеу. Барлығымыз ұйықтамасақ өмір сүре алмаймыз. Бірақ біз ұйықтап жатқанда нағыз ужастар болуы мүмкін десемше, ал біз оны байқамаймыз да. Бүгінгі видеода шынымен камераға түсіп қалған түнде бәрі ұйықтап жатқандағы 13 түрлі қорқынышты сәттерімен бөлісетін боламын. Давайте көрейік, кім видеоны соңына дейін қорықпай көре алады. Жүрегі әлсіздер болса абайлаңыздар, түнде ұйықтай алмай қалмаңыздар. Кевин атты жігіт лунатизммен ауырады. Оның не екенін білмейтіндерге қысқаша айтып кетейін. Лунатик адамдар деп түннің бір уағында тұрып алып әрдеңе жасап жүретіндер. Бір жаманы олар ояу болмайды. Ұйықтап жатып посуда жуып, немесе тамақ жеп, тіпті үйден шығып басқа жаққа кетіп қалатындар да бар екен. Так, Кевин түнде кроватында ұйықтап, бірақ азанда үйінің алдында ояна береді екен. Сол үшін бөлмелердің бәріне камера қойып қояды. Түнде не істейтінімді көрейінші деп. Ал камераға түсіп қалған видеоны көріп, қатты қорқып кетті. Қараңыздар, Кевин тағы да түннің бір уағында тұрып алады да дуалға жабысып тұрып алады. 1 сағат бойы. Ең жаманы, ол дуалға жабысып тұрғанда басқа бөлмедегі заттар өзімен өзі қимылдай бастаған. Байқадыңыздар ма? Меніңше бұл орындық сияқты. Майк атты жігітте лунатизммен ауырады, бірақ бір айырмашылығы, түнде ол тұрып алады да есін біліп ояу жатады, алайда қозғала алмайды. Тура бастырылу сияқты. Көбінесе қасына келіп қорқытатын қап-қара адамды көреді екен. Не болып жатқаны анықтауым керек деп, ол да бөлмесіне камера қояды. Енді мына кадрға мұқият қараңыздар. Әрең көрініп тұрған көлеңке Майктың кроватынан тұрып жатқандай. Байқаған шығарсыздар, иә? Адам ұйықтап қалғанда жаны шығып кетіп қалады деген теорияның рас екенін дәлелдеп тұр ғой, мә. Бұл видео интернетте 2020 жылы пайда болған. Видеодағы қыз Лейла досына күнде түнде дұрыс ұйықтай алмай жатырмын, маған көмектесші дейді. Досы мақұл деп үйдің барлық жеріне камера орнатады. Басында бәрі жақсы болады да, бірақ именно түнгі 2-ге қарай Лейла ұйықтап жатқанда ақ көйлек киіп алған қыз пайда болады. Оның түрі де бар, мұқият қараңыздар. Именно түнде үйдің коридорында ары-бері жүреді. Ал бұл подвалдағы камераға түсіп қалған видео. Бір түрі жабық қыз сол камера байқап, көмектесіңіздерші деген жазуды ұстап тұр. Ал артынан бір құбыжық жақындап келіп, оған шабуыл жасайды. Меніңше бұл точно арнайы түсірілген контент, яғни өтірік сияқты. Хэллоуинге арнап шығарған болуы да мүмкін, бірақ прям қорқынышты, я? Бұл да түнде камераға түсіп қалған видео. Бірінші терезеге қараңыздар. Бірдеңе ұйықтап жатқан балаға қарап, аңдып тұрған сияқты. Сосын камераның алдынан тез-тез бірдеңе өтіп кетеді. Тура жаңаға қарап тұрған құбыжық уже үйге кіріп кеткендей. Ой, ол әшейін масама бірдеңе ұшып жүрген шығар десеңіздер, онда мынаған қалай қарайсыздар? Жігіттің төсегі өзімен өзі қимылдап жатыр. Ирис атты қыз неге күнде түнде дұрыс ұйықтай алмайтынын, шошып ояна беретінін түсінбеді. Сонымен ол да бөлмесіне камера қойып бәрін анықтағысы келді. Осы видеода Ирис ұйықтап жатқанда қалай есіктің өзімен өзі ашылып, кейін көрпенің жылжығанын көрсек болады. Қыз бірден оянып кетеді, бірақ кімнің есікті ашып, кімнің көрпені тартқаны көрінбейді. Қыз светті жағады, ол өшіп қалады, кейін қайттан жағады. Әрине көбісі бұны өтірік деп жүр, бірақ кім білсін, не?
Америкадағы үйлердің бірінің камерасына түсіп қалған видео. Кішкентай где-то 5-6 жасар қыздың кроватының астынан клоунның киімін және маска киіп алған біреу шығады. Оның үйге қалай кіргенін, қалай шыққанын ешкім білмейді. Камераға да түспеген. Үстіндегі клоунның киімі ужас, я. Әлде де ұйықтап жатқан қыздың өзіне тиіспей, тек ойыншығын ұстап көріп, камераны бұзып кетіп қалады. Лили атты жас қыз жалдамалы үйде бір өзі тұратын еді. Алайда үйде өзінен басқа бірдеңенің де жүргенін сезетін. Сол үшін үйіне камералар қояды. Бір өзім қорқам деп қасына досын да шақырып алады. Bir күні олар ұйықтап жатқанда бөлмеге белгісіз монстр кіріп келеді. Істеп жатқан қылықтарына қараңыздар. Ары-бері жүріп жоқ болып кетеді. Қыз шошып оянып кетіп еді, жаңағы құбыжық енді кроваттың астында тұр. Басқа бұның енді точно өтірік екені білініп тұр, я? Әлде олай емес па? Bir үйде болған жағдай. Видеода кешке бірінші балалар ойнап жүреді да, сосын екеуі де кроваттарда ұйықтап қала салады. Балалардың біреуін көзге көрінбейтін бірдеңенің аяғынан тартып әкетіп бара жатқанын көрсек болады. Осыдан кейін олар бұл үйден көшіп кетіпті деген өсек бар. Кейт атты қыз достарына үйде түнде бірдеңе жүреді, мен қорқам деп айтады, бірақ достары оған сенбейді. Мен оларға дәлелдеймін деп ұйықтап жатқан кезін видеоға түсіріп алады. Енді осы кадрға оң жақтағы ашық тұрған шкафтың есігіне қарап тұрыңыздар. Кейт оянып кетіп, светті жағып, шкафтың ішін қараса, допты лақтыратындай ешкім жоқ екенін көріп, қашып кетеді. Ал бұл уже Кейттің үйінің басқа бөлмесі. И дәл сол уақытта дуалдағы суреттің бір бөлігі түсіп кетеді. Drumsticks are on the ground. That's oh my god, I'm going upstairs. Oh no. Бұны уже точно өтірік, монтаж деп айта алмайсыздар. Энджел Робинсон атты әйелдің үйіне түнде артқы есік арқылы ұры кіреді. Бірінші музыка ойнайтын инструментті ұрлап, кейін диванда ұйықтап жатқан мектеп оқушысына қарап тұрып қалады. Жігіттің ойында не болғанын білмеймін, бірақ точно жақсы нәрсе емес. Қызды қорлағысы келген болуы да мүмкін. Қыз оянып кетіп, жігітті көріп қойған соң ғана ұры қорқып қашып кетеді. Міне оның камераға түсіп қалған түрі. Абайлаңыздар, сіздерге де келіп жүрмесін деп шошытпай қоя салайын. Негізінде ақыр оны полиция іздеп тауып, ұрлық жасағаны үшін түрмеге қамалыпты. Рэй атты жігіт те күнде түнде бірдеңе болып жатқанын сезіп, үйіне камера орнатады. Ал мынау соған түсіп қалған видео. Мұқият қараңыздар. Точно аруаққа, елеске, көлеңкеге ұқсаған бірдеңенің өтіп кеткенін көруге болады. Ал Рейдің өзі диванда ұйықтап жатыр. Ал мына уже келесі күні түскен видео. Рей тағы да ұйықтап жатыр, алайда бірінші біртүрлі дыбыс шығып, кейін камераның алдынан жаңағы көлеңке өтіп кетіп, сразу үйдің сигнализациясы өзімен өзі қосылып кетеді. Рэй орнынан тұрып, үйге ұры кіріп кетті ма деп тексеріп қараса, жоқ, ешкім кірмеген. Сіздер қалай ойлайсыздар, бұл не? Аруақ па, әлде домовой ма? Америкадағы үйлердің бірінің камерасынан түсіп қалған өте қорқынышты видео. Түнгі 2-3 шамасында клоунның киімін киген, қолына пышақ ұстаған біреу үйге кірмекші болады. Жабық екенін көріп, үйдің артқы жағына барып, воротаны ашып кіреді. Үйдің өзіне кірейін десе, тағы да есік жабық тұр екен. Енді басқа есікке қарай кетеді, ол да жабық болып, ішке қарай кіре алмады. Үйдің дворында ары-бері сандалып жүріп, ақыры кетіп қалады. Қалай ойлайсыздар, егер бұл видео өтірік болмаса, пышақ ұстап алған клоун ішке кіргенде не істейтін еді? Ойлаудың өзі қорқынышты, я? жылы интернетте пайда болған видео. Әйел түнде кроватында ұйықтап жатыр, ал есік болса ашыла бастайды.
еще найзағай ұрып тұр. Полкадағы біраз кітаптар жерге құлайды, басқа заттар да құлайды, дуалдағы сурет қозғала бастайды, полкадағы гүл де жерге қарай құлайды, бөлмедегі барлық нәрсе қозғалып қирай бастайды. Тура ашуланып тұрған аруақ әйелді қорқытқысы келгендей, бірақ әйелдің ұйқысы слишком қатты екен, вообще оянбады. Меніңше бұл точно монтаж и өтірік, бірақ прям качественно түсірілген. Сіздерге сұрақ, ұйқыларыңыз осы әйелдікіндей қатты ма, әлде сәл нәрсеге оянып кете бересіздер ма? Мысалы, менің ұйқым өте қатты, оңайлықпен ояна бермеймін. Қатты қорқып қалмадыңыздар деген үміттемін. Кім соңына дейін көре алды, комментарийге міндетті түрде мен батылмын деп жаза кетіңіздер. А давайте 10 000 лайктан асыр тастайықшы, и әрине каналға тіркеліп алуды да ұмытпаңыздар. Ал сіздермен болған Диана Q, келесі роликте кездескенше.